Баршаларыңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығатын, құрамында қарапайым заттардан тұратын шоколад қосылған пончиктердің жасалу жолын ұсынатын боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құйып, және де оның үстіне ашытқыны қосып, жақсылап тұрып араластырамын. Ашытқының мерзімі өтпеген болуы, яғни балғын болуы өте маңызды. Оның үстіне бөлме температурасындағы 2 жұмыртқаны қосып, жақсылап тұрып араластырамын. Жұмыртқаның жылы болуы, яғни бөлме температурасында болуы маңызды. Және де оның үстіне қант қосып, тағы да біркелкі етіп араластырамын. Барлық қажетті құрамды описание бөлімінде қалдырамын. Керекті мөлшерде ұн қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырып, жұмсақ қамыр илеймін. Қамырды илеп жатқан кезде үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қосып, тағы да жақсылап барлығын біріктіріп, жұмсақ қамыр илеуді әрі қарай жалғастырамын. Осындай орташа тығыздықта жұмсақ қамыр илеп алдым. Енді осы қамырды көтерілгенше жылы жерге бетін жауып, 1 сағатқа қалдырамын. Қамырдың жылдам әрі тез ашуы үшін жылы жердің болуы және де ашытқының балғын мерзімі өтпеген болуы өте маңызды. Яғни жарамдылық мерзіміне қарап алғаныңыз дұрыс. Осылай қамыр дайын болды. Қараңыздар, үлпілдек болып көтерілді. Енді осы қамырды өзімізге ыңғайлы етіп бірнеше бөліктерге бөліп аламын. Барлығы біркелкі шығу үшін осылай барлығын 70-75 граммнан өлшеп алдым. Барлығын осылай өлшеп алғаннан кейін қолыммен осылай барлығын біркелкі етіп домалақтап шығамын. Осылай домалақтап дайындап алған қамырды тағы да жарты сағатқа көтерілгенше бетін жауып қалдырамын. Осылай пончиктер дайын болды, әрі қарай пісіріп алатын боламын. Осылай табаға майдан қыздырып, пончиктердің бетін сәл осылай қолмен басып, баяу отта пісіремін. Себебі қатты отта пісірсеңіздер, қамыр қалың, сол себепті тез пісіп, ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан баяу отта пісіріңіздер. Екі жағы толық қызарғанша баяу отта осылай ақырын пісіріп алдым. Міндетті түрде пештің астын жай басып пісіріңіздер. Сол кезде ортасы шикі болмай толық пісіп шығатын болады. Қараңыздар, осылай қызарып, өте андай үлпілдек, өте дәмді болып пісті. Осылай пісіп шыққан пончиктерді суытып алып, ортасын осылай ағаш таяқшаның көмегімен тесіп, шоколадтарды құйып шығатын боламын. Осылай тесік жасаған кезде үлкеніректе қылып жасаңыздар, сол кезде шоколадтарыңыз ішінде мол құйылатын болады, яғни көп құйылатын болады. Қараңыздар, осылай барлығын құйып шықтым. Әрі қарай сахарный пудраға ойнатып алдым. Сахарный пудра болмаса, қантқа корица араластырып та ойнатып алсаңыздар болады. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Менің каналымда әртүрлі тәтті дәмді рецептерді таба аласыз. Неше түрлі пирогтар, печеньелер, ыстық тамақ түрлері, әртүрлі көптеген рецептер бар. Сіз деген рецепт болуы мүмкін.
Қараңыздар, біздің тәтті пончиктер осылай дайын болды. Бір жасағаннан сәтті әрі өте тәтті болып шығады. Егер сіз тәттіні жақсы көретін жан болсаңыз, сізге осы рецепт қажет болады, себебі өте тәтті әрі өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған тәтті рецепттер каналы. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдауды ұмытпаңыз.